Армысыздар ар мен заңы биік, заңғар елдің, зайырлы елдің ұрпақтары. Бүгін тәуелсіз Қазақстан Республикасы ата заңының қабылданғанына 25 жыл толып отыр. Мерейлі мерекелеріңіз құтты болсын. Конституция кемелдік кепілі атты ақпараттық сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Бұл жылдар ішінде мемлекетіміз демократиялық даму жолымен жүріп келеді. Экономикада, әлеуметтік салада зор жетістіктерге жетті. Кез келген зайырлы елдің даму бағыттарын белгілейтін басты құжаты ата заңы. Осыдан 25 жыл бұрын бүкіл халықтық кең байтақ Қазақстанның көп ұлтты халқы өзінің егемендік құқығын барша әлемге паш етіп, көптеген елдермен терезесі тең, керегесі кең, іргетасы мықты демократиялық жолмен дамып келе жатқан мемлекет екендігін танытты. Сөйтіп 1995 жылдың 30 тамызында Қазақстан Республикасының ата заңы өмірге келді. 9 бөлім мен 98 баптан тұратын ата заңның алғашқы бабы Қазақстан Республикасы өзін демократиялық зайырлы құқықтық мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп басталады. Бұл мемлекетімізде адам мен оның өмірі, құқықтары мен бостандықтарының өте жоғары дәрежеде құндылық ретінде бағаланатынының айқын дәлелі. Еліміздің ата заңы халқымыздың дербес ел болуды армандаған мүддесін заң тілінде айшықтаған, жер шарына адамзат қаламына Қазақстан деген мемлекет бар екенін паш еткен ерекше құжат. Ата заңымыздың ерекшелігі Қазақстан Республикасының тәуелсіз дамуының мемлекеттік тұғырын басқару тәсілін, билік тармақтарын бекітіп, байырғы қазақ жерінде мемлекет құрылғанын жария етті. Ата заң бізге адамдық қадір қасиетімізге қол сұғылмауына, тіліміз бен дініміздің дамуына, ар-ұждан бостандығын қорғауға, адал еңбегімізбен тапқан мүлкіміз бен меншігімізді сақтауға кепілдік береді. Сондықтан құқықтық мемлекет заңның жоғарғы мәртебелігі, ата заң мызғымас беріктігі, ұлттық идеологияның негізі және түп қазығы екенін мойындауымыз керек. Татулық пен бейбітшіліктің мекені болып табылатын кең байтақ елімізде жүздеген ұлттар тұрады. Бүгінде олар достықтығын жоғары көтере біліп, Қазақстан мемлекетінің экономикасын өркендетуге орасан еңбек сіңіріп келеді. Мұндай жетістіктер халық пен мемлекеттің билік бірлігінің және де ата заңымыздың мызғымастығының бірден бір кепілі. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың салиқалы саясаты мен қажырлы еңбегінің алғыр басшылығының арқасы деп айтсақ артық болмас. Ата заң қабылданғаннан бергі уақытта тарихи өлшемдер біз үшін бүкіл өткен жолымызды таразалап, ой елегінен өткізуге толық мүмкіндік беретін белгілі бір үлкен кезең болып табылады. Ол парламенттің рөлін көтеруді, оның үкіметте ықпал жасау және бақылау жасау тетіктерін жетілдіруді қамтамасыз етті. Елімізде жергілікті өзін-өзі басқару органдарының дамуына ойдағыдай жағдай туғызылды. Сайлау жүйесін, саяси партиялардың рөлін арттыруға бағытталған маңызды тарихи қадамдар жасалды. Қазіргі кездегі Қазақстан нағыз шын мәніндегі бірден бір президенттік парламенттік республикаға айналып отыр. Бұл істегі ата заңның алатын орны мен ел өміріндегі атқаратын рөлі уақыт өткен сайын тұғырлана түсіп, әлеуетті ұлан ғайра бола түсуіне әлі де талай куә боларымыз айдан анық. Егеменді еліміз берекесі жарасқан бірлігі мен тыныштықта өмір сүрген байтақ жеріміз аман есен болып, ата заңымыз айбынымызды асырып, ұлтымыз бенен жұртымызды зор жетістіктерге бастай берсін. Назар салғандарыңызға рахмет. Конституция кемелдік кепіл атты ақпараттық сағатымыз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.